Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен берекелі дастарханда осындай әдемі, күтірлік, дәмді, жасалуы оңай печеньені бірге дайындайтын боламыз. Ал сіздер қазақша контентті қолдап, видеоны соңына дейін көріп, және де комментарийде өз пікіріңізбен бөлісе аласыз. Керекті ингредиенттердің грамдарын барлығын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ал енді жұмысқа кірісемін. Ең алдымен творогымды жақсылап езіп аламын. Мені қасықпен езіп алатын боламын. Егер сіздерде блендер болатын болса, блендердің көмегімен жасасаңыздар болады. Қолмен араластырғанда творог күйіршік болып қалады. Мен сол себепті ең алғашқы творогтың өзін араластырып алдым. Егер сіз блендермен араластыратын болсаңыз, барлығын салып, бірге жасасаңыз болады. Мінекей қыздар, творогым бір келген масса болғаннан кейін мен тұзымды, қантты, бөлме температурасындағы сары майды, жұмыртқаның сарыуызын барлығын салып араластырып алатын боламын. Мінекей мен балтайым болған қамырды 15 минутқа жай ғана демалдыруға қойып қоймын. Одан кейін қамырымызды жаятын боламын. Печеньенің қамырын видеода көрсеткендей етіп шұқалатып жайып аламыз. Одан кейін печеньені домалақтап кесіп алатын боламыз. Оған үйдегі кез келген насадканы немесе стакандарды қолдансаңыздар болады. Барлығын бірдей етіп кесіп аламыз. Егер бұдан үлкенірек болғанын қаласаңыз, әрине үлкендеу нәрсемен кессеңіздер болады. Менің печеньеларым кішкентай болып шықты. Печеньеларды осылайша барлығын кесіп алып, видеода көрсетілгендей етіп 4 домалақты тізіп алып, одан кейін орап шығатын боламын. Қаласаңыздар, печеньені осы жерінен ортасынан кесіп алсаңыздар болады, немесе мен сияқты орап алып, одан кейін ортасынан кессеңіздер де болады. Ешқандай қиындығы жоқ, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл печеньені тіпті творог жемейтін адамдардың өзі сүйіп жейді. Себебі бұл печеньені жегеніңізде творогтың дәмі тіпті білінбейді де. Бірақ өте дәмді, песочный болып шығады. Бұл
печеньенің қамырын жасап қойып тоңазытқышта сақтасаңыздар да печеньенің өзін тоңдырып сақтап қойсаңыздар да болады. Қонақ келетін кезде пісіріп жіберетін боласыз. Оның үстіне дастарханыңызда сәнін келтіріп тұратын болады. Міне қыздар, осылайша барлық печеньеларды орап, әдемілеп, сәндеп, лисқа фук етіп әдемілеп орналастырып шығамыз. Одан кейін қызып тұрған пешімізге 180 градуста немесе пешіңіздің жағдайына қарап 200 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Осылай қып-қызыл әдемі болып піскенге дейін. Әп-әдемі қып-қызыл болып піскен печеньеміздің бетіне қант ұнтағын әдемілеп сеуіп, сәндеп шығамыз. Қыздар, осымен біздің печеньеміз дайын. Көрдіңіздер, жасалу жолы өте оңай, ешбір қиындығы жоқ. Сіз де рецепт ұнаған болса, міндетті түрде жасап көруіңізге кеңес беремін. Печенье өте дәмді, күтірлік болып шығады. Мен тез-тез қант ұнтағын сеуіп, одан кейін дастарханға ұсындым.